Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтілетін сабағымыздың тақырыбы табиғат зоналары мен биіктік белдеулер. Мақсаты табиғат зоналары мен биіктік белдеулерінің қалыптасуын түсіну. Табиғат зоналар дегеніміз не? Табиғат зоналар дегеніміз климат жағдайларына топырақ, өсімдік жамылғысы, жануарлар дүниесі бірдей өңірді, яғни аймақты айтамыз. Табиғат зоналарының ерекшелігі күн жылуының таралуына байланысты, географиялық ендікке байланысты өзгеріп отырады. Табиғат зоналарының түрлері: экваторлық белдеуде ылғалды экваторлық ормандар зонасы, ауыспалы экваторлық ормандар зонасы, субэкваторлық белдеуде саванналар және сирек ормандар зонасы, тропиктік белдеуде тропиктік шөл зонасы, өзіне тән өсімдігі мен жануарлар дүниесі әр зонада ерекшеленіп отырады. Субтропиктік белдеуде мәңгі жасыл қатты жапырақты орман зонасы, қоңыржай белдеуде, яғни біздің еліміздің территориясында кездесетін шөл мен шөлейт зоналары, сонымен қатар дала мен орманды дала зонасы еліміздің солтүстік бөлігіне қарай. Тайга, аралас орман, жалпақ жапырақты ормандар зонасы Ресей Федерациясының территориясына қарай кетеді. Субарктикалық белдеулер орманды тундра және тундра. Арктикалық белдеу арктикалық шөл зонасы. Бұл яғни солтүстік және оңтүстік полюстерге жақын аймақтар зонасы. Енді экватордың екі жағынан Амазонканың ылғалды экваторлық ормандары, яғни гелия деп аталатын болса, саванналар мен сирек ормандар материкте Ориноко саваннасы, Лианос және Бразилия саваннасы, Кампос деп ажыратылады. Бұл суретте балалар не көріп отырмыз? Яғни тау және таудың биіктік өлшемі, төменнен жоғары қарай бөліктерге бөлінген. Яғни осы төменнен жоғары қарай таудың бөліктерге бөліну ерекшелігін биіктік белдеулік деп атаймыз. Биіктік белдеулік өздеріңіз көріп отырғандай жазық және дала және орманды дала сары түспен, одан кейін жасыл түс кетті. Альпілік полюс, субальпілік полюс, орман, ең соңғы қар мұздығына шейінгі аралықты айтамыз. Яғни таулардың биік тау аудандардың осылай бөлінуін биіктік белдеулік деп түсінейік. Өзінде бұнда да орманды, яғни өсімдіктер әлемі және жануарлар дүниесімен ерекшеленеді. Сәйкесінше биіктік белдеулердің таудағы картадағы берілген шартты белгілері: арктикалық шөлдер, тайга, шөл мен шөлейт зонасы, дала және биіктік белдеу, биіктік белдеулік. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада балалар ендік зоналылық бойынша табиғат белдеулерінің аттарын жазыңыз. Яғни картаны, атласты пайдаланып, ендік бағытта таралған барлық дүниежүзінің зоналарын дәптерге тізіп жазып шығамыз.
солтүстіктен оңтүстікке қарай жазған дұрыс болады. Екінші тапсырмаға келетін болсақ, екінші тапсырмада табиғат зоналары мен биіктік белгілердің қалыптасуындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарын Вен диаграммасына түсіреміз. Яғни бір жағына табиғат зоналары, екінші жағына биіктік белгілер немесе ортасына ұқсас белгілерін, екі жақ шетінен олардың айырмашылықтарын жазамыз. Бұл жерде еліміздің табиғат зоналары картасы берілген, яғни солтүстіктегі қатты қою жасыл түспен белгіленген орманды дала зонасы, көкшіл түс дала зонасы, сары түс шөлейт зонасы және ақшыл сары түс шөл зонасы. Сонымен қатар күлгін түспен биіктік белгілер, яғни биік таулы аудандар, ол еліміздің 10%-ын құрайды. Және байқап қарасақ, шөл зонасы еліміздің көп бөлігін алып жатыр, яғни 44%-ын шөл зонасы құрайды екен, ең үлкен зона. Біздің облысымызда басым табиғат зоналары шөлейт пен шөл зоналары болып келеді. Назарларыңызға рахмет. Кері байланыс беруді ұмытпайық. Не білдім, не үйрендім, не қиын болды әдеттегідей дәптеріміздің соңынан кері байланысқа жауап жазып жібереміз. Келесі кездескенше сау болыңдар.